Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын салат дайындаймыз. Бізге қажет заттар: перец, пияз, сарымсақ, қияр, сәбіз, аскөк, ет қажет. Алдымен етімізді осылай майдалап турап аламыз, ұзыншалап. Бізге осындай қара кесек ет қажет. Мен сиырдың етін пайдаландым. Мінекей, осындай болуы қажет. Ыдысымызға салып, соевый соустан құйып, маринадтап қойып қоямыз. Көкөністерді тураймыз. Пиязды осындай видеодағыдай қылып тураймыз. Болгар бұрышында осындай видеодағыдай ұзыншалап тураймыз. Мен екі түрін қолдандым. Қалауларыңызға қарай әртүрлі түсін қолдансаңыздар болады. Барды да видеодағыдай тураймыз. Сәбізді корей үккішінен осылай өткізіп аламыз. Сарымсақты да осылай майдалап тураймыз. Ұзынша етіп. Аскөкті осылай майдалап турап дайындаймыз. Мінекей бізде бәрі дайын болды. Тапамызға біраз май құйып, етімізді салып қуырамыз. Орташа отта. Еттің суы тартылып, осылай қуырыла бастағанда сарымсақты салып қуырамыз. Сарымсақтың дәмі етке сіңіп, етіміз өте дәмді болып шығады. Пиязды саламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Бетін жауып, пияздың сөлі кеткенше осылай бұқтырамыз. Болгар бұрышын, сәбіз, қияр салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 15 минут бұқтырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Аскөкті салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің ыстық салатымыз дайын. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналымда бұдан да басқа салаттар бар. Кіріп қараңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.